Сәлем достар, қазір күннің салқындауына байланысты жұқпалы респираторлық вирусты инфекциялар көптеп дамуда. Бүгінгі тақырыбымыз соған арналады. Арна пайдалы болса, жазыла отырыңыз. ЖРВИ, яғни жұқпалы респираторлық вирустық инфекция. Бұл жоғарғы тыныс алу жолдарын зақымдайтын вирустар тобы тудыратын аурулар. ЖРВИ өте жұқпалы болып табылады және әсіресе күзгі қысқы кезеңде кең таралады. ЖРВИ-дің белгілері: мұрынның бітуі немесе ағуы, жөтел, тамақтың ауыруы немесе қышуы, бас ауруы, дене қызуының көтерілуі, әлсіздік және шаршағыштық, бастың айналуы немесе бұлшықет ауруы. ЖРВИ-дің таралуы: ЖРВИ әдетте ауа тамшылы жолмен жұғады. Жөтелгенде немесе түшкіргенде вирус бөлшектері ауаға таралып, сау адамдардың мұрын мен ауыз шырышты қабығына түсіп, инфекция жұқтырады. Сонымен қатар вирус ластанған беттер арқылы да берілуі мүмкін, яғни қолмен ұстау арқылы. ЖРВИ-ден қорғану шаралары: қолды жиі жуу, вирустан ластанған беттерден шығатындықтан қолды сабындап жуып немесе антисептик қолдану маңызды. Бетперде тағу: ауру белгілері байқалған адамдар үшін бетперде тағу вирустың таралуын шектейді. Дұрыс тамақтану және витаминдер: ағзаның қорғаныс қабілетін арттыру үшін жемістер, көкөністер, С дәрумені, Д дәрумені жеткілікті мөлшерде тұтыну. Көпшілік жиналатын орындардан аулақ болу. Эпидемиялық маусымда адам көп жиналатын жерлерден алыс болу қауіпсіз. Бөлмені желдету: вирустар жабық, желдетілмейтін бөлмелерде тез тарайды, сондықтан бөлмені жиі желдету маңызды. ЖРВИ-ді емдеу: ЖРВИ-ді емдеу әдетте симптоматикалық болып табылады, өйткені вирусқа қарсы арнайы дәрілер жоқ. Емдеу шаралары: мол сұйықтық ішу. Ағзада вирус тудырған интоксикацияны азайту үшін сұйықтықты көп мөлшерде ішу маңызды. Дене қызуын түсіру: егер дене қызуы 38,5 градустан жоғары болса, парацетамол немесе ибупрофен сияқты дәрілер қолданылады. Мұрынға арналған тамшылар: мұрынның бітелуін жеңілдету үшін тұзды ерітінділер пайдаланылады. Жөтелге қарсы дәрілер: құрғақ немесе ылғалды жөтелге арналған дәрілерді қолдануға болады. Тыныштық және демалу: ағзаға инфекциямен күресу үшін толыққанды демалыс қажет. ЖРВИ әдетте 5-7 күн ішінде жазылады, бірақ кейбір жағдайларда асқынулар, бронхит, синусит, пневмония дамуы мүмкін. Сондықтан ауыр симптомдар байқалса, дәрігерге жүгіну қажет.